мен Ерланның шаңырақ көтергеніне 3 жыл толды. Алғашқы жылдары екеуі де махаббаттың буымен мас болды. Ерлан жұмыстан келсе, Айжан дастархан жаяды, жаңа піскен нанның хош иісі үйді толтырып тұратын. Кеш сайын екеуі бір-бірінің жанына тығылып, болашақ туралы, бала туралы әңгіме қозғайтын. Бірақ уақыт өте, бәрі басқа арнаға бұрылды. Бала жоқ, қанша күтсе де үнсіздік. Айжан кейде терезеге қарап отырып, ішінен ғана тіл қатады. Құдайым, мен Ерланды шын сүйем. Бірақ егер бала берсең, ол мені ұмытып кетпей ме? Сол бір үрей оның жүрегін тырнап, әр түн сайын дұға орнына күдікті оймен ұйықтайтын. Көрші Нұргүлдің 3 баласы бар еді. Таң сайын есіктің алдында олардың күлкісін естіп, Айжанның жүрегі тітіркеніп кететін. Балалы үй базар, баласыз үй қумазар деп күңкілдеп айтқан Ерланның сөзі күні бойы құлағында жаңғырып тұратын. Бір күні екеуі ауылдағы Нұржан деген достарының үйіне қонаққа барды. Нұржан мен оның әйелі Айдана, 3 баланың ата-анасы. Балалардың күлкісі мен еркелігі, үйдің шулы, Айжанның ішіндегі жараны тырнады. Қайтар жолда Ерланның жүзі сұрланып, көлік айдап келе жатып ауыр күрсінді. Қашан біз де осылай баламыздың даусын естиміз, Айжан? Сол түннен бастап Ерланның мінезі өзгере бастады. Айлар жылға айналды. Уақыт өтіп жатты, бірақ Айжанның құрсағы бос. Ауылдың қарт кемпірлері «Не болды, бірдеңең бар ма?» деген сайын елдің сыбыры көбейіп, Ерланның сабыры азайып бара жатты. Емшіге де барды, дәрігерге де көрінді. Бәрі екеуің де саусың дейтін. Бірақ бала болмады. Айжанның ішін жалмаған бір ғана ой болды. Мүмкін кінә менде емес шығар, мүмкін Ерланда шығар. Бірақ оны айтуға қорықты. Себебі соңғы кездер Ерланның кезіндегі мейірім сөніп, орнын салқындық пен ашу алмастырып алған. Түнде кешіксе, қайда жүрсің деп сұрайды. Дыбысы қатқыл, түрі тас. Айжанның жүрегі дір ете түсті. Үйдің іші суық қалғандай. Күндердің бір күнінде Ерланның туған інісі Нұрбек қала жақтан келді. Жас болса да бойшаң, сымбатты жігіт. Айжан оны үнемі өз бауырындай көретін. Нұрбек жиі қона келіп, үйдің шаруасына көмектесетін. Бір күні кешкісін Ерлан жұмыстан қайтпай қалды. Айжан ас үйде ыдыс жуып тұрғанда Нұрбек кіріп келді де, «Ағам бүгін жолда қонып қалады» дейді жайбарақат. Айжан басын изеді, бірақ жүрегі әлденеден мазасызданды. Сол түні далаға жел кіріп, үй іші тып-тыныш болды. Нұрбек дастархан үстінде шай ішіп отырып, Айжанға ұзақ қарады. Көңілінде біртүрлі ауыр тыныштық орнады. Сол сәт Айжанның өзінен өзі көзінен жас шықты. «Неге жылайсыз?» деді Нұрбек ақырын. «Білмеймін», деді ол сыбырлап. «Шаршадым бәрінен». Бұл сөз ішіндегі тұншыққан мұңның сыртқа шыққан алғашқы тамшысы еді. Осы сәттен бастап олардың арасында бір көзге көрінбейтін байланыс пайда болды. Айжан оны түсінгісі келмеді, бірақ жүрек кейде ақылдың сөзін тыңдамайды. Көктем еді, түн тыныш, үй іші қараңғы. Ерлан тағы да үйде жоқ, телефон да үнсіз. Айжан төсекте жалғыз жатты. Сырттағы ай сәулесі пердеден сығалап, оның жүзін бозартып тұрды. Осы сәтте есік баяу сықырлап ашылды. «Нұрбек, ұйықтап қалдың ба жеңеше?» деді ақырын. Айжан селк етті, бірақ ештеңе демеді. Нұрбек үстелге бір шынаяқ шай қойды. «Сізге ауыр болып жүр ғой, ағам сізге көңіл бөлмейді, жиі ренжітеді» деді, көзін тайдырып. Айжан үнсіз ғана басын изеді, көздері еріксіз түйісті. Сол сәт жүрегінің дүрсілі құлағын жапты. Жанарында жылдар бойы жалғыздық, мұң, сағыныш, түсініксіз жылу. Нұрбек те соны сезді. Секундтар ұзақ жолдай созылды. Ол жақындап келді. Айжанның қолы дірілдеп шай төгіліп кетті. «Қой, болмайды» деді ол, бірақ даусы әлсіз шықты. Нұрбек бір сәтке қыдырып, сосын жай ғана: «Мен сізді ешкімге бергім келмейді» деді. «Сіздей нәзік, үлбіреген келіншектің бұлай мұңайып, көңілсіз болып жүруіне жол бермеймін» деп шаштарын сыйпап, көздері түйісіп, еріндері тоғысты. Жаймен көйлегінің түймесін ағытып, ақ тамағынан төмен қарай сүйіп, оянып тұрған серігін итеріп, ырғал істі бастап кетті. Ләззатқа батқан Айжан
Бұл сәтті күйеуін ұмытып денесі балқи берді. Сол түн екеуінің тағдырын өзгерткен түн болды. Айжан ертеңінде айнаға қарап тұрып, өзін танымай қалды. Кезінде ұят, қорқыныш, бірақ біртүрлі тыныштық бар еді. Жаны бір сәтке тыныштық тапқандай, бірақ дәл сол сәттен бастап кінә атты түнек оның жанына мықтап қонып алды. Қайта бұрынғыдай болу енді мүмкін емес еді. Айлар өтті. Айжанның бойында біртүрлі өзгеріс байқалды. Басында мән бермеген, бірақ жүрегі жиі айнып, ұйқысы қашып, тамаққа зауқы соқпай қалды. Бір күн дәріханадан тасталды. 2 сызық. Сол сәт өмірін екіге бөлген күн болды. Күні бойы есеңгіреп жүрді. Құдайдан бала тілеген жылдары көз алдында тізіліп өтті. Кешкі намаздан кейін иығына шәліт жамылып тізерлеп отырды. Жаратқан, сен менің тілегімді қабыл еттің, бірақ неге дәл осылай? Даусы дірілдеп, жас бетін жуып кетті. Ерлан бұл жаңалықты естігенде көзіне жас іркілді. «Аспа, Айжан», деді, қуаныштан көзі жайнап. Айжан күлімсіреді, бірақ күлкісінде қуаныштан гөрі қорқыныш көп еді. Ерлан оны құшақтап алып, айналып толғанды. Сол күннен бастап оның мінезі де өзгерді. Кеше ғана айғайлап ұрсып жүрген еркек енді әйелінің әр қимылына көз салып, әр тәбетіне қуанып жүрді. Айжан үшін бұл қуаныш емес, азапқа айналды. Кеудесінде кінә, ішінде қорқыныш. Нұрбек болса ауылдан кетіп қалған. Айжан оны соңғы рет көргенде оның көзінде үнсіздік, өкініш бар еді. «Сіз бақытты болыңыз» деген еді кетерінде. Бірақ бақыттың ізі Айжанның өмірінен баяғыда өшкен екен. Күніне 10 рет күліп, түн сайын 10 рет жылап жүрді. Бала көтергеніне қуанғанымен, шындықтың салмағы күн сайын жанын езді. Құрсағындағы тіршілік Құдайдың сыйы ма, әлде жазасы ма, бұны тек уақыт қана көрсететін еді. Айлар сырғып өтті. Айжанның іші үлкейіп, жүзі нұрланып келе жатты. Ерлан болса бұрынғыдан да мейірімді. Әйелінің аяғы ауыр екенін мақтаныш көріп, елге «Айжан екеуміз көп күттік қой, енді Алла жар болды бізге, баламыз болатын болды» деп жүрді. Айжанның жүрегі тыныш емес еді. Түн сайын оянып кетеді. Түсінде бір ғана жүз көрінеді, Нұрбек. Ол үнсіз тұрып, әрқашан бір сөз айтады. «Бұл баланың кінәсі жоқ, Айжан». Айжан шошып оянып, жүрегін ұстайды. Күйеуінің қасында жатқан ұялып, теріс айналып жылайтын. Ол енді күнәсін тек өз жүрегінде ғана емес, өз құрсағында да сезінетін. Бір күні Ерланның шешесі келді. «Айжан, баланың айы күні жақындап қалды ғой, енді дәрігерге жиірек көрін» деп, жылы жүзбен. «Иә, апа», деді. Айжан басын изеді. Бірақ сол күні бәрі өзгеше болды. Кешкісін Ерлан үйге мас күйінде келді. Бұрын ондай мінезі жоқ еді. Есіктен кіре сала: «Айжан, сен маған адалсың ба?» деді. Кілт тоқтап, даусы біртүрлі, ашудан емес, күмәннен дірілдеп тұр. Айжан сескеніп қалды. «Не айтып тұрсың, Ерлан? Сенің ішіңдегі бала менікі ме өзі, айтшы» деді. Айжанның қолынан шәйнек түсіп, жерге соғылды. «Не дейді? Кім айтты саған мұны? Ауылда әңгіме жүр. Біреулер сені менің ініммен көріпті дейді. Нұрбекпен», деп Ерлан айқай салды. Осы сөз найзадай қаталды. Айжанның даусы шықпады. Ерлан жақындап келіп, иығынан ұстай сілкіледі. «Айтпа, айтсайш, рас па?» деді. Көзінен жас ақты. «Ерлан, сен мені түсінбейсің, ол менің әлсіздігімнің сәті еді. Демек рас қой», деп Ерлан ашуға бұлықты. Ол әйелінің жағына ұрып жерді. Айжан құлап түсті, бірақ өзін емес, ішін құшақтап қорғай берді. Сол түні бүкіл үйдің іші айғаймен көз жасқа толды. Ерлан үйден шығып кетті. Ал Айжан еденде отырды. Жүзі аппақ, көзі өліп қалғандай. Келесі күні ол ешкімге көрінбей ауылдан қалаға кетті. Жолда көзінен жас тыйылмады. «Мен не істедім? Бұл баланы не күтіп тұр?» Қалаға жеткенде дәрігерлер қабылдады. «Бәрі жақсы» деді. Бірақ дәрігердің бір сөзі қатты тиді. «Сіз қатты күйзеліп жүрсіз. Жүкті әйелге мұндай стресс қауіпті. Өз-өзіңізді аяңыз» деді. Айжан басын изеді, бірақ енді өзін аяуға себеп қалмағандай еді. Ерланның айғайы, соққысы, анасының бейнесі, Нұрбектің үнсіз жүзі, бәрі араласып жан дүниесін улады.
Сол түні Айжан бір шешімге келді. Ол кішкентай үйдің шетіне барып тізерлеп отырды. Жаратқан, егер бұл бала менің жазам болса, мен оны көтеремін. Бірақ оны жазалама, тек мені кешір. Көзінен жас емес, өмірі ақты. Қараңғы түнде жалғыз отырған әйелдің жүрегі енді қайтып бұрынғыдай соқпады. Айлар өтті, күндер үнсіз, түндер ұзақ. Айжанның жүкті шағы ауыр еді. Дәрігерлер жиі бақылауға алды, бірақ оның көзінде өмірдің нұры өшіп кеткен. Тек іштегі нәресте ғана оны жерге байлап тұрғандай. Босанар түн жақындағанда аспанда түнеріп тұрды. Жаңбыр жауып, найзағай ойнап, қала үстінде сұр мұнар түсті. Айжан толға қысқанда жанында ешкім болмады. Жедел жәрдем шақырған көршісі ғана есік ашып берді. Ауруханада бәрі тез болды. Түн ортасында найзағай жарқ еткен сәтте әлсіз жылаған сәби үн естілді. Қыз бала. Ақ халатты дәрігерлер бір-біріне қарап үнсіз қалды. Ананың жағдайы нашарлап бара жатты. Қан қысымы түсіп барады, жүрегі әлсіреп барады деп. Айжан көзін әрең ашып дәрігердің қолынан ұстап: «Қызым аман болсын, аты Шолпан болсын» деді. Содан соң көзі мәңгіге жұмылды. Сол түні Ерлан үйінде жалғыз отыр еді. Телефоны шыр етті. «Дәрігермін, әйеліңіз босанды, бірақ кешіріңіз» деді. Телефон жерге түсіп кетті. Ерлан орнынан тұра алмай қалды. Басына найзағай түскендей, бәрі бір сәтте күйреп түсті. Кінә, ашу, айғай, бәрі бос екен енді ғана түсінді. «Айжан, мен кешір» деді тізерлеп. Ертеңіне перзентханаға жетті. Шолпанды қолына алды. Қыз кішкентай, әлсіз, бірақ көзі тура анасының көзі. Сол сәтте Ерланның жаны шыдап тұра алмады, жылап тұрып баласын маңдайынан сүйді. «Сен анаңның жарығы бол». Айжан жерленді. Күн салқын, аспан жылағандай. Ауыл адамдар үндемей тұрды. Ерлан шұңқырдың жанына отырып топыраққа алақан қойды. «Мен сенің жүрегіңді жараладым, бірақ өзімді де жоқ қылдым, Айжан». Уақыт өтті, Шолпан өсіп келе жатты. Ерлан оны жалғыз тәрбиеледі. Нұрбек анда-санда келіп үнсіз көмектесіп жүрді. Қыздың көзінде анасының нұры, күлкісінде оның мейірімі бар еді. Айжан кетсе де, оның ізі тірі жүректерде қалды. Күнәһар да, күнәсіз де, бәрі тағдыр алдында тең еді. Тек бір шындық айқын. Сүйіспеншілік кешірімсіз болған жерде өмірде жарығын жоғалтады екен.